Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қызылорда қаласы 11-ші мектеп лицейінің география пәні мұғалімі Абелпасинова Роза Мырзашқызы. Оқушылар, суретке назар аударамыз. Суретте не бейнеленген? Суреттерді не байланыстырады? Сабақтың тақырыбы қалай аталады деп ойлайсыздар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы табиғатты пайдалану түрлері. Сабақ мақсаты табиғатты пайдаланудың қажеттілігін түсіндіріп, түрлерін шаруашылық тұрғыдан анықтау, графикалық түрде ұсыну. Бүгінгі сабақта табиғатты пайдаланудың қажеттілігін түсінетін боласыздар. Табиғатты пайдалану дегеніміз адамзат қоғамы өзінің өмір сүруіне қажетті әлемдегі бүкіл материалдық, энергетикалық, ақпараттық және әртүрлі табиғат байлықтары мен табиғат құбылыстарының жиынтығын өз қажетіне қолдау мүмкіншілігі. Табиғатты пайдалану түрлері: жерді пайдалану, табиғи рекреациялық ресурстарды пайдалану, орманды пайдалану, жануарлар дүниесін пайдалану, әуе кеңістігін пайдалану, суды пайдалану. Адам өзінің шаруашылық іс-әрекеті арқылы табиғатқа тікелей де жанама да әсерін тигізеді. Адам мен табиғат арасындағы қарым-қатынас мәңгілік және бір тұтас күрделі мәселе. Табиғат халықтың өмірлік іс-әрекетіне, әсіресе денсаулығы мен өсіп-өнуіне тікелей, ал әлеуметтік экономикалық жағдай арқылы жанама түрде әсерін тигізеді. Табиғат арқылы адамзат өзінің көптеген қажеттілігін қамтамасыз етеді. Адам табиғат пен қоғам күрделі жүйесінің бір бөлігі. Ол қоғамның материалдық, мәдени, тағы да басқа мұқтаждығын қанағаттандыру үшін табиғат ресурстарын үнемі өз қажетіне қолданумен келеді. Қоршаған ортаны ластаушылардың жіктелуі. Ластаудың шығу тегі: табиғи және антропогендік. Нысандары: су, атмосфера, топырақ, ландшафт. Ауқымы: локалды, жергілікті, рационалды, шекаралас аумақтар, ғаламдық. Ластану түрлері: химиялық, биологиялық, физикалық. Созылу уақыты: уақытша, тұрақты. Осыған орай, қоршаған табиғи ортаны қорғау мен табиғатты тиімді пайдаланудың негізгі принциптері өзгеріп, ауқымы кеңейіп отыр. Қоршаған ортаны табиғи қорғау мен табиғатты тиімді пайдаланудың негізгі принциптері деген кестеге назар аударамыз. Түрлі табиғат жағдайларын және табиғатты қорғау, табиғат ресурстарын қорғау, табиғат ресурстарын тиімді пайдалану, адамның тіршілік ортасын қорғау, бізді қоршаған табиғи ортаны қорғау. Әрбір қоғамның қажеттілігіне орай табиғатты қорғау қарапайым іс-әрекеттерден біртіндеп мемлекеттік, мемлекет аралық, тіпті ғаламдық сипатқа қарай бағыт алуда. Бүгінде атмосфераны, өсімдік және жануарлар әлемін, топырақты, суды және жер асты қойнауын сақтауға бағытталған мемлекеттік және қоғамдық негіздегі іс-шаралардың көптеген жиынтығын кездестіруге болады. Қоршаған табиғи ортаны қорғау қазіргі кезеңде пайда болған адам мен табиғаттың өзара әрекеттесуіндегі жаңа іс-әрекеттер жиынтығы. Табиғатты пайдалану жолдарын Реймерс бойынша жіктеу. Бірінші, табиғат ресурстарын өндіру, оларды бөліп алу және қайта өңдеуден өткізу, оларды қорғау. Екінші, адамның тіршілік ортасындағы табиғи шарттарды пайдалануы және қорғауы. Үшінші, табиғи жүйелердің тепе-теңдігін тиімді өзгерту, қайта қалпына келтіру және сақтау. Төртінші, адам саны мен адамның табиғи өсімін реттеу. Табиғатты пайдалану тиімді және тиімсіз болуы мүмкін. Табиғатты тиімсіз пайдалану табиғат ресурстары әлеуетінің сақталуын қамтамасыз етпейді. Табиғи орта сапасының нашарлауына
және тозуына әкеліп соқтырады. Бұл табиғи жүйелердің ластануымен, экологиялық тепе-теңдік және экожүйелердің бұзылуымен қатар жүретін құбылыс. Табиғатты тиімді пайдалану шаралары, мәдени ландшафтыларды қалыптастыру, шикізатты толықтай қалдықсыз өңдеуге мүмкіндік беретін озық технология түрлерін пайдалану, қалдықтарды қайта өңдеуден өткізу, қорғауға алынатын аумақтарды барынша ұлғайту, флора мен фаунаны сақтауды қамтамасыз ету. Бұл жағдайда табиғи ресурстық әлеуеттің сақталу мүмкіндігі жоғарылайды және экожүйелердің өзін-өзі реттеуі артып, өзін-өзі қалпына келтіру қабілетінің бұзылуы азаяды. Мәтінмен жұмыс. Мәтіннен табиғатты пайдалану анықтамасын табыңыз. Табиғатты пайдалану түрлерін жіктеңіз. Ұтымды және ұтымсыз пайдалану дегеніміз не анықтаймыз. Тапсырма. Дүниежүзінде табиғатты пайдалану түрлерін талдау. Табиғатты пайдаланудың күшті жақтары, әлсіз жақтары, мүмкіншіліктері, қауіп-қатерлері. Тапсырманы орындау үшін дескрипторға назар аударыңыздар. Дұрыс жауаптар арқылы өздеріңізді тексеріңіздер. Бүгінгі сабақта табиғат пайдалану түрлерімен таныстыңыздар. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.